Алматыда 7 жасар қыздың өлімінен кейін автобус жүргізушісінен де жауап алынып жатыр. Себебі жаяу жүргіншілер жолағымен жолды кесіп өтпек болған оқушыны өткізбей қойған сол азамат болуы мүмкін. Ал марқұмның туыстары алдынан жүйткіп өткен қоғамдық көліктен сескеніп, артқа шегінген сәтте қызымыз жүк көлігінің астында қалды деп отыр. Марқұмды жер қойнына тапсырып, қайғыдан қан жұтып отырған отбасымен тілшіміз Нұртілеу Жылқышыбай тілдесіп қайтты. Жолдың жағасына қойылған жұмсақ ойыншықтар мен гүл шоқтары кешегі қайғылы оқиғаны еске түсіріп тұрғандай. Қосымша сабағынан шығып, үйіне жете алмай қалған Айзеренің қазасы тұтас әулеттің қабырғасын қайыстырды. Көз алдыларында ойнап жүрген баланың бүгін табытпен шыққанына ешкім сене алар емес. Қайғы жұтқан қаршадай қыздың жақындары автобус жүргізушісі жаяу жүргіншілер жолағынан жүйткіп өтпегенде мұндай жағдай болмас бе еді дейді. Автобус виноваты. Автобус жүргізушісі кінәлі. Егер ол жол ережесін сақтап, жаяу жүргіншілер жолағына жеткен кезде тоқтаса, Айзере жүгіріп үлгеретін еді. Бірақ тура алдына зу етіп өте шықты. Сол адамды жазаға тарту керек. На этом же месте погибла моя племянница. Өткен жылы менің баламды көлік қаққан еді, ауыр жарақатпен ауруханаға түсті. Енді биыл тура сол жерде қарындасым көліктің астында қалып қайтыс болды. Тағы да адам қаза таппас үшін тездетіп бағдаршам орнатсын. Қазір енді қаншалықты қауіпті екенін өзімнің мысалымда көрсетейінші. Байқасаңыздар, арлы-берлі жүйткіген көліктердің жаяу жүргіншілер жолағында адам тұрса да тоқтауы екіталай. Бүлдіршін түгіл, менің өзім қазір шыны керек жолдан өтуге жүрексініп тұрмын. Жергілікті жұрт 7 жастағы жеткіншек қаза тапқан жаяу жүргіншілер жолағында бұған дейін де талай адам қыршын кеткенін айтады. Сондықтан қауіпті жерге бағдаршам не жер үсті өткелін орнатып беруін талап еткен тұрғын көп. Қайғылы оқиға бойынша қазір полицейлер тергеу жүргізіп жатыр. Бір емес бірнеше сараптама тағайындалған. Жүк көлігінің жүргізушісінен бөлек автобусты тізгіндеген азаматтың да әрекетінде тексеретін болыпты. Автобус жүргізуші және басқа да бар болуы мүмкін. Көзге әзірше көрінбей қалған, мысалы басқа да тұлғалар анықталып, осы қайғылы оқиғаға қатысы бар болуы мүмкін. Олардың әрқайсысына құқықтық баға беріледі. Оның ішінде автобус жүргізушісі де бар. Дәмтұзы небәрі 7 жасында таусылған Айзере 4 баланың үшіншісі екен. Алдында 2 әпкесі, өзінен кейін бір інісі бар. Бүгін өткен жаназадан кейін марқұмның денесі жер қойнына тапсырылды. Нұртілеу Жылқышыбай, Ринат Абулқайыров, Информбюро, Алматы.